махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті дейді. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және де хақ жолы осы деп әділетті дейді. Абай атамыз айтады, махаббатпен жаратқан адамзатты дейді. Алланың махаббатын айтып отыр адамзатқа. Сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың Аллаға қарай махаббатын айтып, екінші махаббат. Адамзаттың бәрін сүй дейді. Енді Алланың махаббаты, адамның Аллаға деген махаббатынан бөлек, енді адамзаттың бәрін сүй деп отыр. Үшінші махаббат. Үш түрлі сүюді айтып отыр. Алланың адамзатқа деген махаббаты, одан кейін қарама қарсы адамның керісінше енді жаратушысына деген махаббаты, одан кейін бар үшіншісі адамзаттың бәрін сүй дейді. Бүкіл адамдарға енді бір-біріміздің махаббатымызды айтып отыр. Абайдың философиясы ғой бұл. Бәрін сүй, бауырым деп дейді. Және де хақ жолы осы деп әділетті дейді. Алла тағаланың хақ жолы, әділдік жолы осы. Алланы сүйесің, Алла сені сүйеді. Және де сен не істейсің? Алланың жаратылыстарының барлығын сүйесің.